Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 45-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Жолдағы уақыт. Бүгін сендер санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйренетін боласыңдар. Видео пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан соңына дейін қараңдар. Егер видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бірінші есеп, суретке қарап боялмаған бөлігін көрсететін үлестерді ата, оларды кему ретімен жаз дейді. Енді біз неше бөлікке бөлінген, қарап тұрсаңдар, барлығы 25 бөлікке бөлінген. Бірінші бөлігін сызып аламыз. 25 бөлікке бөлінген. Енді бұның нешеуі боялмаған бөлігін табамыз. 6 бөлік боялмаған. 25-те 6, келесісінде 9 бөлігі боялмаған. Мен мұнда жазып көрсетейін. 25. Оның 9 бөлігі боялмаған. Келесісінде де 23 бөлігі боялмаған. Оның 3 бөлігі боялмаған. Келесісінде бізде 10 бөлігі боялмаған екен, 25. Келесінде 25 бөлікке бөлінген. Оның 4 бөлігі боялмаған. Келесінде 25 бөлікке бөлінген. Неше бөлігі боялмаған? 2, 4, 6, 7 бөлігі боялмаған екен. Мен сандарды жазып көрсеттім бөлшек түрінде. Енді сендер осыны кему ретінде жазуларың керек. Яғни кему реті деген сөз үлкен саннан кіші санды жазуымыз қажет. Үлкен саннан бастап кеми береді. 25-те 5 болады, одан кейін 25-те 9 болады, 25-те 7 бөлшек болады, 25-те 6, 25-те 4 және 25-те 3 болып осылай кему ретімен жазылады. Келесі екінші есебіміз есептерді шығарылуына қарап. А тапсырмасы: саяхатшылар бір тәуліктің 4-тен 1 бөлігін пойызда өткізді. Саяхатшылар қанша уақыттар пойызда өткізді дейді. Енді санның бөлігін табу үшін бұл санды бөлшектің бөліміне бөліп, алымына көбейту қажет. Енді бізде бір тәулікте 24 сағат бар. 24-тің 4-тен 1 бөлігі 6 сағат. Енді біз алымына көбейтуіміз керек. Бізде алымы 1 болып тұр. Сондықтан біз 24-ті 4-ке бөлеміз, 6 болады. 6-ны 1-ге көбейтеміз, сонда 6 сағат болады. Ә тапсырмасы: саяхатшылар пойызда 6 сағат болды. Бұл барлық жолдан кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігін құрайды. Саяхатшылар жолда барлығы қанша уақыт болды? Мұнда барлығын табуымыз қажет. Бөлігі бойынша санды табу үшін осы бөлікке сәйкес санды бөліміне көбейтіп, алымына бөлу қажет. Енді алымына бөлуіміз қажет. Бізде барлығын табу үшін 24-ті 4-ке көбейтеміз, 6-ны 4-ке көбейтеміз, 24 болады. Бізде алымы 1. Енді біз соған 1-ге бөлуіміз қажет. 24-ті 1-ге бөлеміз, сонда 24 болады. Сонда саяхатшылар барлығы 24 сағат болуы қажет. Уақыт өткізу қажет. Бізде үшінші есеп: әр пойыздың жолдағы уақытын анықта. А тапсырмасы: бірінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолға кететін уақыттың жартысы дейді. Енді біз барлығын табу үшін бізде көбейту немесе қосу амалы орындалады. Бізде 6 сағат жол жүрді, енді оның жартысын жүрді. Енді жартысын табу үшін біз 6-ны 2-ге көбейтеміз, 12 болады. Енді біз кетіп 1 бөлігін жүрді ғой, осы жолдың 1 бөлігін жүрді. Демек біз 6-ны 12 шықты,
1-ге бөлеміз, сонда бізде 12 сағат болады. Ә тапсырмасы екінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолға кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігі дейді. Былай көрсетейін, мысалы 6 сағат жол жүрді. Бұл жүретін жолдан кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігі деп тұр. Енді біз барлығын табу үшін біз 6-ны 4-ке көбейтеміз. Бізде 24 болды. 4-тен 1 бөлігін құрап тұрғандықтан біз 24-ті 1-ге бөлеміз, сонда 24-тің өзі шығады. Келесі үшінші Б тапсырмасы. Үшінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жолға кететін уақыттың 10-нан 1 бөлігі дейді. Енді бізде барлығын табуымыз қажет. Мұнда барлығын табуымыз қажет. 6 сағат жол жүрді. 6 сағат жүрді. Оның 10-нан 1 бөлігі, міне, 10-нан 1 бөлігін ғана құрап тұр 6 сағат. Демек, барлығын табу үшін 6-ны 10-ға көбейтеміз, бізде 60 болады. Енді 1 бөлігі деп тұр ғой, осыны 10-нан 1 бөлігі 6 сағат құрап тұрғандықтан біз алымына бөлуіміз қажет. 60-ты 1-ге бөлеміз, сонда 60 шығады. Келесі 4-ші есептерді шығар. Пойыз барлығы 36 сағат жол жүруі қажет. Егер ол жолға кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігін жүріп өткен болса, онда пойыз жолда қанша сағат болды дейді. Енді бізде барлығы белгілі. Міне, бізде барлығы 36 сағат. Енді бізде 4-тен 1 бөлігі деген сөз 36-ны 4-ке бөлеміз, сонда бізде 9 сағат болды. Енді 1 бөлігін деп тұр, 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігі 9 болды. 9-ды 1-ге көбейтеміз, 9 болды. Пойыз жолда 9 сағат болды деп тұр. Ә тапсырмасы пойыз барлық 36 сағат жол жүруі қажет. Егер ол жолға кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігін жүріп өткен болса, онда пойыз тағы қанша сағат жүреді дейді. Бізде барлығы белгілі, бізде барлығы 36 сағат, оның 4-тен 1 бөлігін жүріп өтті. Міне 4-тен 1 бөлігін жүріп өтті. Енді қанша жол жүріп өтті дейді. Біз 36-ны 4-ке бөлеміз, бізде 9 шығады. 9-ды 1-ге көбейтеміз, сонда 9-ның өзі шығады. Енді бізде тағы қанша сағат жол жүріп өтті деп бізде. Бізде тағы қанша сағат жол жүріп өтті сұрақ болғандықтан біз 36-ды 9-ды азайтамыз, сонда 27 болады. Пойыз тағы 27 сағат жүреді. 5-ші есеп А тапсырмасы уақытты анықта. Тәуліктің 4-тен 1 бөлігі дейді. Тәуліктің 4-тен 1 бөлігі, бір тәулікте 24 сағат бар, 24-тен 1 бөлігі 6 сағатқа тең. Бізде бір бөлігін сұрағандықтан біз 24-тен 4-ке бөлеміз, 6 шығады, 6-ны 1-ге көбейтеміз, сонда 6 сағат шығады. Келесі тәуліктің 6-тан 1 бөлігі деген соң 24-ті 6-ға бөлеміз, 4 шығады, 4-ті 1-ге көбейтеміз, 4-тің өзі шығады, 4 сағатты құрайды. Енді тәуліктің 28-ден 1 бөлігі деп бір тәулікте 24 сағат болады, 24-ті 8-ге бөлесіңдер, 3 болады, 3-ті 1-ге көбейтесіңдер, 3-тің өзі шығады, 3 сағат болады. Тәуліктің 3-тен 1 бөлігі 24-ті 3-ге бөлеміз, 8 болады, 8-ті 1-ге көбейтеміз, сонда 8 сағаттың өзі шығады. Енді Ә тапсырмасы бос орынды толтыр деп тұр. Енді бұл жерде сендер 8 бұл қай санның 2-ден 1 бөлігін құрап тұр, 8 саны. Демек, 8 2-ден 1 бөлігі 8-ді құрап тұрса, бұл жерде үлкен сан көбейту. Яғни 8-ді 2-ге көбейтесіңдер, 16 шығады. Міне, 8 бұл 16 санның 2-ден 1 бөлігі. Енді 3 бұл қай санның 9-дан 1 бөлігі. Әрине 9-ды 3-ке көбейтесіңдер, сонда 27 шығады. 3 бұл 27 санның 9-дан 1 бөлігі деген сөз. Келесінде 4 бұл санның 4-тен 1 бөлігі. Енді біз бұл санды табу үшін 4-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 16 шығады. 4 бұл 16 санның 4-тен 1 бөлігі. Енді 2 бұл санның 8-ден 1 бөлігі дейді. Енді біз
белгілі санды табу үшін 8-ді 2-ге көбейтеміз. 6-8 16. Сонда 2 бұл 16 санының 8-ден бір бөлігі. Келесі тапсырмада суретке қарап, жартысы, ширегі сөздерін пайдаланып, сағаттар көрсетіп тұрған уақытты ата деп тұр. Бізде жарты деп мысалға шеңбер. Дәл осы шеңбер. Жарты деп біз сол шеңбердің жартысын айтамыз. Ал ширек деп біз 4-тен 1 бөлігін ширек дейміз. Мысалға ширек ғасыр деп айтамыз ғой. Ширек. Мынау жартысы, мынау ширек. Енді осыған ұқсас қараймыз. Бізде сағат 12-ге 15 минут қалды. Бірақ бұл жерде біз уақытты анықтамаймыз. Біз бұл жерде қандай бөлік екенін анықтаймыз. Міне, бұл қарасаңдар, міне, 4-тен 1 бөлікті құрап тұр. Бұл демек ширек. Келесісінде де 4-тен 1 бөлігін құрап тұр. Бұл да ширек. Келесісі жартысын құрап тұр. Бұл бізде жартысы. Міне осылай анықтасақтар болады. Тапсырманың келесі 6-шы есеп ұзындығы мынандай кесінділерсіз дейді. 20 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігі дейді. Енді 20 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігін табу үшін 25-ге бөлесіңдер 4 болады. 4-ті 1-ге көбейтесіңдер 4 сантиметр болады. Міне келесіне 4 сантиметр сызасыңдар. А тапсырмасында әсінде 18 сантиметр 3-тен 1 бөлігі. Енді барлығы бізде белгілі ғой. Біз бөлігін табуымыз керек, яғни 18-ді 3-ке бөлеміз. 6 болады, 6-ны 1-ге көбейтеміз. Алымына көбейтіп жатырмыз. 1-ге көбейтеміз 6 сантиметр болады. Демек, әсінде 6 сантиметр сызасында. Осында 12 сантиметр жартысы деп тұр. Жартысы 2-ге бөлу деген сөз. 12-ні 2-ге бөлесіңдер, 6 шығады. Енді 1 бөлігі ғой жартысы деген. 6 шығады, 6-ны 1-ге көбейтеміз, сонда 6 сантиметр. Міне осылай кесіндінің осылай сызасыңдар. Міне қасына осылай есепті шығару жолын жасаңдар. Келесі бізде 7-ші есеп. Шоколадтың суретіне қара, Әлия мен Сырым оны қанша тең бөлікке бөлді деп тұр. Бізде Әлия мен Сырым. Міне Әлия 3 бөлікке бөлді, Сырым 6 бөлікке бөлді. Осы шоколадты бөліктерге тағы қалай бөлуге болады? Міне біздегі осы шоколадты мысалға 4 бөлікке бөлсеңдер болады. 4 бөлікке, 36 бөлікке, 18 мысалға. Дәл осылай бөліктерге бөле бересіңдер. Осылай бөліктерге бөлуді сіздерден сұрап. Осылай бөліктерге бөлуге болады. 8-ші есеп, бұл жерде есепте астына шығару жолын жасасаңдар болады, немесе бірден мәнін тапсаңдар да болады. Бірінші бұл жерде көбейту орындалады. 7-ні 6-ға көбейтесіңдер, 42 болады. 60-тан 42-ні азайтсаңдар 18 болады. 18. Бірінші бөлу орындалады. 32-ні 4-ке бөлесіңдер 8 болады. 8-ге 15-ті қосасыңдар, сонда бізде 23. Келесіне бөлу амалы орындалады. Бірінші 36-ны 9-ға бөлесіңдер 4 болады. 234-ке 4-ті қосасыңдар, одан шыққан саны 26 қосқан кезде 264 шығады. Келесі есепте 48-ді 6-ға бөлеміз, 8 болады. 208-ді азайтамыз. Және де одан шыққан санға 330-ны қосамыз. Сонда бізде 522 шығады. Міне осылай шығарамыз. 9-ші есеп түрлі-түсті қағаздан 1-3 дөңгелек дайында. Бүктеу арқылы оларды бірнеше 2, 4, 8 тең бөлікке бөл. Бүктеу сызығы бойымен қиып ал, ою немесе өрнектер ойластырып, оларды құрастыр дейді. Дәл осылай қағазға дөңгелекті сызып аласыңдар, және оны 2 бөлікке, 4 бөлікке осылай жеп қиясыңдар.
есептің соңғы тапсырмасы 10-шы есеп. 2004 жылдың ақпан айында 5 жексенбі болды. 2004 жылдың ақпан айы 29 күннен тұрады. 16 ақпан аптаның қай күннен тура келген еді дейді. Енді бізде 5 жексенбі бар. Жексенбі 5 болса 29-ы, 22-сі, 15-сі, 8-сі және 1-і. 15 ақпан жексенбі, 15 ақпан жексенбі болғандықтан 16 ақпан дүйсенбіге тура келеді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.